Тілім менің тірегімнің айғағы, тілім барда айтылар сөз ойдағы. Өссе тілім, мен де бірге өсемін, өшсе тілім, мен де мәңгі өшемін. Армысыздар, қадірменді оқырмандар, бүгін біз өздеріңізбен тікелей эфирде тағы да жүздесіп отырмыз. Айта кетейік, бұл мемлекеттік тілдің мәселесінде көптеген дүниелер бар. Қазір дәл осы сәтте облыстық мәдени тілдерді дамыту және архив ісі басқармасының ұйымдастыруымен ертіс мәдениеті парақшасында өздеріңізбен онлайн режимде жүздесіп отырмыз. Баршаларыңызды көргенімізге шын жүректен қуаныштымыз. Бұған дейін де тіл жанашырларымен, ұлт жанашырларымен, тілім деп шырылдап жүрген, алдыңғы қатарда жүрген аға буын өкілдерімен бірнеше кездесу, жылы жүздесулер, өткір пікірлер айтылған болатын, ұйымдастырылған болатын. Ал бүгінгі кездесудің маңызы өте ерекше, себебі бүгін жастарымызға жол беріліп отыр. Ендеше бүгінгі біздің кездесудің қонағымен таныс болыңыздар. Халықаралық, республикалық деңгейдегі бірнеше мәрте ұйымдастырылған жыршы термешілердің халықаралық әншілер байқауының жеңімпазы, лауреаты, тіл жанашыры, Жебе қоғамдық бірлестігінің белсенді мүшесі, Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетіндегі студенттер филармониясының директоры, ертіс дарыны сыйлығының иегері, тамаша өнерпаз бауырымыз Оразбек Бақытхан. Оразбек бауырым, бүгінгі кездесуге қош келдіңіз. Енді мәселеміз белгілі, шынымен де мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру бағытында әңгіме өрбітетін боламыз. Енді өзің сегіз қырлы бір сырлы деген қазақтар жақсы бір теңеу бар, жақсы бір сөз бар. Сол бір сөзге лайықты азаматтардың бірі әрі бірегейсің деп ойлаймыз. Енді өнерпаз ретінде жалпы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру мақсатында осы өнерді бір алға тартып жұмыс жасап көруге бола ма? Себебі мемлекеттік тілде үйреніңдер, мемлекеттік тілде сөйлеңдер, қазақ тілінде сөйлеңдер деп құр айта берген жалаң айқайдан гөрі бізге қазір нақты іспенен бір дәлелдеу керек болып тұр. Сондықтан осы ұлттық өнерді насихаттай отырып, мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеруге бола ма? Қаншалықты мүмкін бұл? Әуелі, ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті эфир көрермендері, барлықтарыңызға қайырлы таң дейміз. Енді ала таңмен таласып, осы тікелей эфирге келіп жатырмыз. Шақырып жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Алдымызда нағыз отауыз орақ тілді, нағыз осы тіл үшін ертеден бері күресіп келе жатқан аға апаларымыз осы жерде қонақта болып кеткен екен. Енді осы жерге бір шақыртқаннан кейін біз өзіміздің иығымызда бір жауапкершілік бар екенін сезіп отырмыз. Себебі сол ағаларымыздан кейін ертең осы тіл жолында бізде сол кісілерде еңбек етуіміз керек екендігін бір санамызға құйып, сондай бір тәрбиемен шақырып отырсыздар деп ойлаймыз. Сондықтан көптен көп рахмет. Әуелі жаста болсақ, осындай ортаға бейімдеп шақырып жатқандарыңызға. Енді жаңа өзіңіз айтып кеттіңіз, осы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында облысымызда, республикамызда және халықаралық деңгейде ұйымдастырып жатқан барлық іс-шараларға шамамыздың келгенше осы облысымыздың намысын қорғап қатысып жүрдік. Ондағы бір менің ішімдегі мектеп жасынан бір қалған дүние, Павлодар өңірі орыстанған өңір, о жақта өлең оқымайды, о жақта ән айтпайды деген бір сұраққа атып шығып жауап бергім келді, және соған бір жауап беріп жүрім деп те өзім ойлаймын. Енді ұлттық өнер арқылы мемлекеттік тілді әрине дәріптеуге болады. Оның бір мысалын келтіре кетейін, көп уақыт алмайды. Менің Қуандық Рахым деген досым бар. Қазір елімізге танымал эстрада әншісі болып қалды, дәстүрлі әнші. Сонымен бір осы елге танылмай тұрған кезде Қарағанды өңірінде кездестік. Өнері өте ерекше ұнады, домбырамен ән айту. Сосын мен сұраймын ғой, неше жастан домбыраны үйрендің, бұл дәстүрлі әнге қалай келдің деп, сосын маған айтады, Оразбек, сен сенесің бе дейді. Мен 8-ші сынып бітіргенге дейін дәстүрлі өнерді жек көретінмін дейді. Мына дәстүрлі әнді домбырамен айтып жатқан жыр терме тыңдасам, анаған бір нервім шыдамайтын дейді, жүйкем. Соны кетіп қалатын дейді. Немесе үйдегілер соны көріп отырса, телевизор басқа жаңағы бағытқа каналға ауыстырып жүріп, шетелдің әншілерін тыңдайтын дейді. Неше түрлі иірімдермен айтады, сол маған ұнайтын дейді. Бір күні мектептен сабақтан келсем, Ерлан Рысқали ағамыз дәстүрлі әнмен керемет бір жоғарғы биік
ноталарды алып керемет ән айтып жатыр дейді. Өзім аңғармай қалдым дейді. Сілейіп, сөмкем иығымнан түсіп кеткен, ана дауысын қосып қойып, соны тыңдап тұрмын дейді. Мә, дәстүрлі әнмен, домбырамен де осындай ән айтуға болады екен ғой деген сондай бір ой келді дейді. Сосын әкемге иығымнан қағып қалды дейді. Ей, сенің есің ауып қалған, мынау тұрғаның не сенің? Жаңағы ән тыңдамаушы едің ғой сен, домбыраны бәрін ауыстырып тастаушы едің ғой деп. Содан айттым дейді, әкем маған домбыра алып бер деп айттым дейді сол жерден. Сол күні домбыра сатып алып, содан домбыра үйірмесіне жазылып, 9-шы сынып бітіргенге дейін домбыраны үйреніп, жаңа Тәттімбет колледжіне дәстүрлі әнге оқуға түстім дейді. Міне бір дәлел осы шығар деп ойлаймын. Қазір Қуандық біздің қазақтың өнерін, қазақтың өлеңін, әнін қалай насихаттап жүр. Дәстүрлі ән, өнер арқылы да біздің тілдің қолдану аясын кеңейтуге болады деп ойлаймын. Қуандық Рақымдай жастарында әншіні қазір бүкіл республика кең көлемде таниды. Мен қазақпын деп ән салып жүрген, әсіресе былтырғы жылы Жебе қоғамдық бірлестігінің бастамасыменен осы мен қазақпын әні үлкен бір челленджге, үлкен бір деңгейде, республикалық деңгейде көтеріліп, ерекше айтылып, бір бүкіл елдің рухы сілкініп қалды былтырғы жылы. Енді мынау Ерлан Рысқалидай ағамыздың осындай бір керемет өнері Қуандықтай бауырымызды дәстүрлі өнерге алып келген екен. Ал өзіңді осы өнерге алып келуге не себеп болды жалпы? Енді біздің үйдегі ағаларымыздың барлығы осы музыкалық аспаптардың бәрінде ойнайды. Домбыра болсын, гитара болсын, жаңа фортепиано болсын, бірақ ешқайсысында музыкалық білім жоқ. Олардың өзі ар жағынан, қанынан барша. Үйдегі үлкен ағам, енді мен өзім көрген жоқпын, бір сахнада ән айтып тұрғанын, үлкендердің бәрі айтады, ойбай ән айтқан кезде керемет айтатын еді деп. Біз ән айтып берші, маған ән үйретші, домбыра үйретші деп алдына барған кезде домбыраны қоя салып тұрып кететін. Сосын көп ойлаймын, неге солай жасады екен деп. Бірақ мен ойлаймын, егер ол кісі маған домбыра үйретем деп отырса, бәлкім мен де біраздан кейін жалығып келіп, сол домбыраны үйренбес қалар ма едім. Ол кісі сол менің қызығушылығым өшіп қалмасын деп, әдейі сөйтіп жаңағы домбыраны қоя салып тұрып кете ме деп ойлаймын. Содан домбыраны мен өз бетіммен жаңағы өзім үйреніп, бірінші сыныптан бастап солай үйрендім. Ал ән айтуды сол жаңағы Ерлан Рысқали, Қайрат Байбосын ағаларымның жазбаларын тыңдау арқылы солай бейімделдім. Ал кейіннен оқуға түскен кезде мен негізі журналист болсам деп армандайтынмын, бірақ өкінішке орай ол бағытқа бара алмадым. Осы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетіне музыкалық білім алуға оқуға түстік. Сол кезде Еркін Жанайхан, Азамат Тілеуберді, Ербол Айтбаев ағаларымыз сабақ берді. Содан да аздап жаңағы білім алып, сабақ алып, осы өнерге қарай бейімделдік. Бәрекелді. Енді бүгінгі мәселеміз тіл мәселесі болғаннан кейін тақырыпты сол жаққа қарай ойсайық, сол жаққа. Енді мемлекеттік тіліміздің қоғамдағы барлық салаларда кеңінен тамыр жая алмауының себебі не деп ойлайсыңыз? Өте негізі үлкен сұрақ. Бір жағынан ойлаймын, осы бір өзіміздің пейіліміздің, қазақтың кеңдігінен шығар деп. Алғаш мемлекет болып қаланғаннан кейін біз көп ұлтты мемлекет боламыз деп, жаңағы ешқандай ұлттың бір шектеу қоймай, әркім өз тілінде, өз дінін ұстануға болады деген бір кеңдік. Сөйте келе, жаңағы мемлекеттік тіл қазақ тілі болып жарияланғанмен, жаңағы қарым-қатынас тілі орыс тілі болып бізде қатар жүрді. Ойлаймын, бір өзімнің ішкі ойым ғой енді, әрине. Неге бір жалғыз мемлекеттік тіл осы қазақ елі болғаннан кейін, Қазақстан болғаннан кейін қазақ тілі болып қана қалмады екен деп. Сонан шығар деп ойлаймын, әлі де кеш емес деп ойлаймын. Қазір де бір жаңағы барлық қызметкерлерге бір талап қойса, егер мемлекеттік тілді білуі керек, дүкенде болсын, сатушылар болсын, қызметте болсын, сол кезде бәлкім қолдану аясы кеңейіп, барлығы қазақша сөйлеп кетер ме еді. Енді жасыратыны жоқ, мемлекеттік қызметшілердің арасында да қазақ тілін өте жетік біле қоймайтын азаматтардың бар екені шындық. Оны енді жасырмаймыз. Егер жасыратын болсақ, күннің бетін алақанымызбен жапқандай күйгешетіміз анық. Сондықтан мүмкін заңды бір сәл басқаша қабылдап жетілдіру керек шығар біздің тіл туралы заңымызды. Қазіргі кезде маған бір көріп жүрміз ғой, көгілдір экраннан болсын бір нәрсе ұнайды. Ол да бір қолданып жатқан саясат шығар. Жаңағы өзге ұлт өкілдерінің
баяндамаларын қазақ тілінде жасауы, мысалы жаңағы парламентте болсын баяндама жасап жатқан өзге ұлт өкілдері жаңағы қазақ тілін білмейтін біздің өзіміздің қазақ ағаларымыз да бар ғой, оны жасырмай айтуымыз керек. Сол кісілерге өзге ұлт өкілдері қазақша сұрақ қойып жатқан кезде бір ұялып жатқандығын қазір көріп жатырмыз. Енді қазақта ұят күшті деп айтады ғой, сол ұяла келе бір қалыпқа келетін шығар деген ойдамын. Иә, қазақта өлім мен ұят күшті деген сөз бар. Шынымен де енді намысты қазақ бауырларымыз осы бір дүниеден қорытынды шығар, мемлекеттік тілді тез арада үйреніп алатын шығар деп ойлаймыз. Енді 21 ғасырдың белсенді жасы, дарынды жастарының арасында алдыңғы қатарда тұрғанын белгілі, оны барша ел біледі. Енді сол жас ретінде мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеру, қолданыс аясын кеңейту мақсатында қандай бір тың идеяларды ұсынар еді? Енді өзім осы бір өнерге, байқауларға осы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатында өткен осы өңіріміздегі, облысымыздағы енді тілдер басқармасы, қазір енді архивсіз барлығы бірге осы салада ұйымдастырылған көркем сөз оқулары болсын, дәстүрлі ән, проза оқулары осыларға қатысып, бейімделіп, сол жақтан өзімнің бір жолымды, өмірдегі бір бағытын тапсын десем болады. Енді осы кенжелеп қалмау керек сияқты маған. Мысалы, Мағжан оқулары осы біздің көршілес тағы да бір атын естісе ойбай орыстанған деп айтатын өңір, енді Қызылжар ғой, Петропавл өңірі. Сол жақта мысалы дәстүрлі Мағжан оқуларын өткізіп жүрді. Соған жүлделерін барлығын қомақты төгіп, адамдардың, жастардың қызығушылығын артып, өзге ұлт өкілдері де болды ол жаққа келіп қатысып жатқан. Міне, сол сияқты жаңа көркем сөз оқулары болсын, ән өнері болсын, осындай дүниелерді көптеп ұйымдастыру керек деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді өзің көркем сөзші, көсем сөзші, керемет үлкен республикалық деңгейдегі бірқатар байқаулардың бас жүлдесін де жеңіп алдың. Бір кездері ертіс дарыны сыйлығының иегері болдың, жаңа кездесудің басында айтып кеттік. Енді биыл мынау Абай атамыздың 175 жылдығы кең көлемде тойланып жатқан белгілі. Сондықтан енді домбыраңды көтеріп арқалап әкелген екенсің. Әрине мынау әлгі балыққа таяз судан терең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Бір ән тыңдасақ деп өзіңе қолқа салайық деп отырмыз. Бәлкім Абайдың бір әнін орындап берерсің. Солай болсын, Абай атамыздың 175 жылдығы. Енді әлгі балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дей ма? Біз осындай байқауларды көріп өскеннен кейін, өзіміз қазір қызметке кіріскеннен кейін, сондай байқауларды қазір өзіміз ұйымдастырып жатырмыз. Қазір студенттік филармонияда Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетінің қолдауымен Абай атамыздың 175 жылдығына орай республикалық студенттер арасында Абай әндерін орындаудан үлкен байқау ұйымдастырып жатырмыз. Ондағы басты шарт осы аспаппен орындау. Ешқандай жаңа минусовка фонограмманы қолданбай, жанды дауыста. Соны хабардар етіп сүйіншілей кетті. Енді Абай атамыздың 8 аяқ әнін бір қайырайық. Алыстан сермеп, жүректен тербеп, шымырлап қойған жайылған қиуадан шабып, қисынын тауып, тағыны жетіп қайырған толғауы 90 қызыл тен сөндеймін десең өткірдің жүзей, кестенің біздей, өрнегін сенедей салаламас. Білгенге баршам, білмеске ярысам, адамдар бақыра алалмас. Ойда қайрат, бойда көз, болмаған соң айтма сөз.
дөй, жұрт айтса болды, әдеті наданы адамның. Қиналма бекертінмен жан, көңілсіз бұла қоймула. Қайнайдау қаның, ашидау жаның, мінездерін көргөнідөй, қайраттан беркін, жігерден сілкін, деп насихат бергенді. Ұятсыз арсыз салтынан, қалғып та кетер артынан. Ой, бәрекелді. Тамаша. Керемет бір мынау таңғы бір ұйқымыздан оянып, керемет төбе құйқамыз шымырлап бір жақсы бір Абай атамыздың әнін тыңдадық. Бұл ән өзі жалпы мынау ақын ретінде енді айтатын болсам, жалпы бұл әннің өзі жазылу стилі де бір құрылысы да жалпы ерекше. Өйткені 8 аяқ өзінің аты айтып тұрғандай және бір өнеге мен ғибратқа толы өте бір керемет әннің бірі. Абай атамыздың өзі айтпақшы, әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағының тесері бар дейді. Сол секілді осындай бір есті әндерді насихаттап жүрген өзіңе көптен көп рахмет, өнерің өрлей берсін. Енді жаңа тіл мәселесінде біраз мәселелерді қозғап жатырмыз. Енді мына қоғамда менің бір жиі байқайтыным, мемлекеттік тілді, қазақ тілін әлі үйрене қоймаған біздің азаматтарымыз басқа тілдерді тез, оңай меңгеріп алатын секілді. Ағылшын тілін болсын, неміс тілін болсын, француз тілін болсын, тіпті Қытай тілін болсын. Осының сыры неде? Неліктен мемлекеттік тілді үйренуге қиналады? Әлде бір селқостық бар ма осы? Мен өткенде бір Facebook әлеуметтік парақшаға Анық Қадыр ағамыздың өлеңін салған едім. Өзге тілдің бәрін бір, өз тіліңді құрметте деген. Соны барлығы бір тура мағынасында түсініп алған сияқты. Мен өзге тілдің бәрін білуім керек. Өзімнің қазақ тілімді жай құрметтесем болды. Я сенің тілің қандай дегенде менің қазақ тілім, менің мемлекет тілім негізі қазақ тілі деп бір айту, құрмет деген осылай ғана түсінген. Көп адамдар солай қабылдайтын сияқты сезінеді. Содан кейін оны мен керісінше өзгертіп жазып қойдым да, өзге тілдің бәрін құрметте, бірақ өз тіліңді міндетті түрде біл деп жазып қойғаным бар. Сол ең бастысы әрбір адам өзінің тіліне деген құрмет, ол да ана тілінде сөйлеу, ана тілінде білім алу, сол ана тілінде бір шумақ өлең оқи алу, бір кез келген ортада әу демейтін қазақ жоқ деген кезде бір домбырасын ала салып әу деп ән айтып жіберетін, сондай бір дәрежеде үйреніп алып барып өзге тілге ден қойса деген өзімнің бір арман тілегім бар. Әрине өзге тілді де білу ол керек, өзінің көзқарасы, айналасы, ортасы, өрісі кең болу үшін. Бірақ ең бірінші әрбір қазақ азаматы үшін, қазақ болып туған, ең бірінші орында қазақтың тілі тұру керек деп ойлаймын. Қазақ тілін үйрену үшін, қазақ тілінің мәртебесін көтеру үшін істі неден бастауымыз керек? Бесіктен бастау керек. Бесіктен бастауымыз керек. Біздің Мұхтар аталарымыз айтып кетті ғой, ел болам десең бесігін түзе, сол бесіктен, тал бесіктен әлдей тыңдаса. Енді қазірде өзіміз бала болғанмен, баланың да баласы бар деп кішкентайларымыз бар, соларды бір ұйықтатқанда домбырамен ұйықтатып, бір жылап мазасызданып жатса көңілін осы домбырамен аулап жатамыз. Сол кезден бастап санасына, өзінің миына құйыла беретін болса, сәби іште жатқаннан тыңдайды дейді ғой. Сол ата-анасы қазақша сөйлесе бір-біріне, бір жақсы көретін бір сезімде сондан бастап қалыптасады деп ойлаймын. Енді қазіргі кезде балабақшалардың барлығын қазақ тілге көшіріп жатыр ғой. Үлкен іс деп ойлаймын. Өйткені сол балабақшада қазақ тілін бала бір 5-6 жасқа дейін жақсы меңгеріп алатын болса, ол одан кейін бұза қоймайды деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жуырда ғана өзім жаңағы Павлодар мемлекеттік педагогикалық университетіндегі студенттер филармониясының директоры болып тағайындалдым. Құтты болсын, жұмысың жемісті болсын. Енді алдағы уақытта сол студенттер филармониясы қандай жұмыстар атқарады? Осы мемлекеттік тілдің мәртебесін көтерудегі нақты жұмыстар бар ма?
Қазіргі кезде енді мына елімізде әлемде болып жатқан жағдайларға байланысты бір шектеулер болып тұр. Өйткені студенттердің барлығы онлайн қашықтықтан оқитын болғандықтан. Әйтпегенде біздің жаңағы студенттік филармонияда үйірмелер болды. Домбыра үйірмесі, көркем сөз үйірмесі, шешендік өнер үйірмесі және жас ақындар үйірмесі. Сонымен қатар вокал қосымша жаңағы би үйірмелері болды. Енді жаңағы шешендік өнер, көркем сөз өнер, домбыра үйірмелері осы бір қазақылыққа тәрбиелейтін бір шағын мектеп деп айтсақ болады. Өткен жылы көркем сөзге 2 шәкірт дайындадым. Негізі 15 бала жазылған көркем сөзге. Республикалық конкурс болады, кім барады деген кезде жаңағы іріктеу өткіздік. Соның ішінен 4 шәкірт дайындап алдым. Сосын 4-еуінің арасында жаңағы мынадай қызық жағдай болды да, республикалық қайда болады деп сұрады. Мен айттым, Шымкентте болады. Екеуі аттон ала қашты, ойбай, Шымкентте болса біз жеңе алмаймыз, ала алмаймыз, біз бармаймыз. Содан кейін жоқ, олай емес, Шымкентте бәрі керемет қазақша біледі деген. Содан кейін 2 шәкіртімізді жаңағы екеуімен дайындалдық. Екеуінің барлық ой санасына әбден сіңіріп қойдым. Ол Шымкентте тұрған ештеңе жоқ. Ол сен өзіңнің тіліңнің тазалығында әрбір сөзді нақ айтсаң, жаңағы әрбір әріп буын бунақтарға тоқтайтын жерін тоқтап, соның барлығын көркем жеткізе алсаң, сен жеңіске жетесің. Аллаға шүкір, біреуі бас жүлдені, біреуі бірінші орынды, екеуі қатар алдыңғы орынды жеңіп алып кетіп жатты. Енді қазіргі кезде осы мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту мақсатын жаңа ғана атап өттік. Осы абай әндерін орындау, оның өзінде бір жаңағы фонограммаға, мюзиклға сүйеніп емес, осы қазақтың домбырасына дәстүрлі сүйеніп айтса, немесе кез келген музыкалық аспапқа сүйенуге болады, бірақ әрине ол жерде тіл тазалығы барлығын мұқият қадағалайтын боламыз. Енді шәкіртсіз ұстаз тұл дейді. Шәкірттерін алға өрлей берсін, биік шыңдардан көріне берсін. Ол өнерпаздардың биік белестерден көрінбеуі мүмкін емес, енді ұстазы Оразбек болса әрине. Енді келесі бір қысқа нұсқа деген бір сұрақтар бар. Осы сұрақтарды мен қойып отырайын. Қысқа нұсқа жауап беріп отырса. Жақсы. Дүкендегі сатушымен қай тілде сөйлесесіз? Міндетті түрде әуелі сәлеметсізден бастап өзім мемлекеттік тілде сұраймын. Бірақ кейбір жағдайлар болады. Мысалы, күнделікті қоғамда үйге алып жүретін заттар болады ғой, нан, сүт болсын, соларды сұраған кезде ол өзге ұлт өкілі болсын, түсінеді, оны жауап беріп, жаңағы беріп жатыр. Мемлекеттік тілде сұраймын ол жерде. Қазақша. Иә, қазақша. Ал кейбір жағдайлар болады, енді ұрысып тұратын емес, амалсыз қолданамыз. Жалақы аласыз ғой? Жалақы аламыз. Банкоматты қай тілде таңдайсыз? Барлығын қазақша таңдаймын. Тек қазақша, иә? Тек қазақша. Тіл туралы қандай мақал мәтелдерді жиі қолданасыз? Енді мақалдан гөрі жаңа сөздің әлқисасы осы жерде эфир басталғанда сіз де оқып кеттіңіз, сол бір өлең менің жанымда жүреді. Туған тілім тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім мен де бірге өсемін, өшсе тілім мен де бірге. Бәрекелді. Қазақ тіліндегі жаныңызға ең жақын әдеби 3 туындыны атап көрсетіңіз. Мектеп жасында Абай жолына өте қызығушылық танытып соны оқыдым, Абай жолын. Және студенттік кезде махаббат қызық мол жылдарды кітап емес, ана электронды неден жүктеп алып, Play Market дейміз ғой, телефоннан. Сонан көз талдырып отырып оқып шыққан осы шығарма жақын. Және қан мен тер. Бәрекелді. Ана тілін білмеген адам сіз үшін кім? Өзін құрметтемейтін адам. Ана тілі ең алдымен ананың сүтімен, әкенің қанымен берілетіні белгілі. Әкеңізбен, анаңызбен соңғы рет қашан хабарластыңыз? Мен негізі атам мен әжем баласымын. Өз туған әке-шешемді аты жөнімен айтамын, бірақ ол кісілерге хабарласпаймыз. Күнделікті өзіміздің жаңағы тобымыз бар, солда күнде-күнде хабарласып тұрамыз, сәт сайын. Бәрекелді. Ана тіліндегі ең жақсы көретін сөзіңіз қандай сөз? Адамға бір өзінің жүрегіне жақын сөз бар ғой? Мен қазақпын, қазақ болып тумағанда не теремін. Осы бір сөз жаныңызға өте жақын. Өтірік айтасыз ба? Болады, бірақ керекті жағдайда. Енді ол біздің шариғатта, дінде де бар ғой, біреуге зиян келтірмейтін жағдайда бір өтірікті қолдануға болады деген. Бүгінгі кездесуде қанша пайыз шын сөйледіңіз? 99%. Құрметті көрермендер, бүгін тіл мәселесінің төңірегінде сіздерменен бірге әсерлі, көңілді сұхбат өрбіткен
біздің бүгінгі жүздесуіміздің қонағы ертіс дарыны сыйлығының иегері, тіл жанашыры жебе қоғамдық бірлестігінің мүшесі, халықаралық республикалық жыршы термешілер дәстүрлі әншілер байқауының бірнеше мәрте жеңімпазы Оразбек Бақытхан бауырымыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Сау саламат болыңыздар.